Ертеде орман шетінде кішкентай кірпі өмір сүріпті. Ол ақылды, еңбекқор әрі өте сақ жануар екен. Бір күні ол орман жолымен домаланып, тәтті жидек іздеп бара жатыпты. Кенеттен бұтаның арасынан аш қасқыр шыға келеді. Қасқыр қомағай әрі өзімшіл еді. Бұл менікі, бәрі менікі. Енді тояттаймын. Бұл менің азығым, өзім үшін. Бірақ кірпі бірден домаланып, инелерін тік тұрғызады. Мен сені жейін деп емес, бетіңнен сүйейін деп едім. Сен ақ түрпілеріңді тастамай жүреді екенсің. Асықпа, Қасекесі. Сенің азу түстерің түгел түсіп біткен кезде, мен де түрпілерімді тастаймын. Сөйтіп қасқыр ұялып орманға кетіп қалады. Ал кірпі өз жолымен кете береді. Бұл ертегі бізге нені үйретеді? Ақыл мен сақтық ең мықты қорған. Дұрыс. Ертегі ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылыңыздар.